Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі тақырыбымыз тағдырға сену. Жалпы тағдырға иман келтіру иманның 6-шы шарты болады. Және ислам ақидасының маңызды негіздерінің бірі. Бұл турасында Абу Хурайрадан және Омар ибн Хаттабтан жеткен хадисте Жабраил алейхиссалам Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға келіп былай дейді: "Қала фаахбарани анил иман. Қал ан туъмина биллах ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи ва яумил ахири ва туъмина бил қадари хайрихи ва шаррихи." Жабраил алейхиссалам келіп маған иманның не екенін айтшы дегенде, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам: иман дегеніміз Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ақырет күніне және жақсылық пен жамандықтың Алланың тағдырынан екендігіне сену деп айтқан. Енді қадар дегеніміз ол бір нәрсені белгілі өлшем бойынша жарату, белгілеу, өлшеу деген мағынаны білдіреді. Ал-қадар дегеніміз ол Алланың ежелден әу бастан белгілеп тағдырға жазып қойған құбылыстар менен жаратылыстардың уақыты, сағаты, мезгілі мен мекені сәті келген уақытта жүзеге асуын айтамыз. Жалпы қадар менен қада турасында ғалымдардың арасында бірнеше пікір бар. Бір ғалымдар айтады: тағдыр ол Алла тағаланың әрбір мақлұқтың не істейтіндігін алдын ала білуі десе, қаданы Алла тағаланың өз ілімімен және қалауы бойынша қалаған нәрсесін жаратуы деп айтады. Екінші ғалымдар айтады: тағдыр және қада сөзі бір мағынаны білдіреді. Ол Алла тағаланың барлық жаратылыс үшін белгіленген жүйесі мен қағидасы деп түсіндіреді. Осыған хадисте имам Науавидің шарх кітабында тағдырға қатысты имам Хаттабидің былай дегенін айтады: көптеген адамдар тағдырды Алланың жазылған нәрсені орындауына пендені мәжбүрлеу дейді деп қате түсінеді. Бұл олай емес. Өйткені тағдырдың хақтығы хақ тағаланың пенделердің ісін алдын ала білетіндігі және біліміне сәйкес жазылғандығы жайлы хабар беруі және істердің соған сәйкес келуі. Бұған мысал келтіретін болсақ, бір жоғарғы оқу орнында оқитын екі студент бар. Бірі үздік оқиды, екіншісі нашар, яғни жалқау бала. Бір күні екеуінен оқу үлгерімін білетін хабардар мұғалім емтихан алады. Үздік емтиханды 5-пен тапсырады. Ал жалқау бала ол 2 алады. Емтиханнан кейін әлгі тәжірибелі мұғалім айтады: саған 5 қойдым, ал сен 2 алдың деген кезде жаңа жалқау студент бала ашуланып жаңа мұғалімге былай дейді: 2 алатынымды біле тұра, не үшін емтихан алдыңыз? Мен өздігімнен құлаған жоқпын, сіз мені құлаттыңыз десе, бұл жауап ақылға сыймайды, яғни ақылға сыйыңқырамайтын нәрсе. Демек, сонда 15 жылдық тәжірибесі бар тәжірибелі мұғалімнің қай студенттің қандай баға алатынын білетін болса, бүкіл әлемді, шексіз әлемді жаратқан Алла тағаланың не істейтіндігін қалайша білмеске. Сондықтан Алла тағала ешкімді мәжбүрлеп, немесе кәфір қып, немесе жаңағы мұсылман қып жаратқан жоқ. Ол әркімнің өзінің қалауында. Бұл турасында Алла тағала қасиетті Құранда не дейді? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Фаман шаа фалиюъмин ва ман шаа фалиякфур. Кім қаласа иман келтірсін, кім қаласа кәфір болсын дейді. Демек, адам баласын Алла тағала өзі мәжбүрлеп тұрған жоқ. Адамның өз қалауында екендігін түсінуге болады.
Енді бұл тағдыр мәселесі өте кең ауқымды тақырып. Бұған негізі тағдырға қатысты айтылатын бірнеше мәселелер бар. Оның біріншісі тағдырға қатты үңіліп кетпеу, ары қарай оны қазбау. Оны қазатын болсақ, ол дұрыс болмайды. Бұны шариғат құптамайтын әрекет. Бұған қатысты имам Абу Джафар айтады, былай деп айтады: тағдыр ол Алла тағаланың жаратылысындағы сыры, оны Құдайға жақын періштелер де, жіберілген елшілері де білмейді. Оған терең үңілу, оны зерттеу, оның сәтсіздік жолы махрұм қалудың баспалдағы, шектен шығудың қадамы деп айтқан. Сондықтан бұл мәселе жайлы зерттеуден, одан ойланудан, оны азғыруға аса абай болған жөн. Аллаға тағдырға білім жаратылысымен жасырды. Оны білуге құштар болуға тым тыйым салды. Алла тағала Құранда айтады: «Ла юсалуна амма яфалу ва хум юсалуна». Не істегені жайлы сұралмайды, керісінше жаратылысы сұралады деп айтылған. Сондықтан тағы бір ғалым айтады, Жафар ас-Садық деген кісі: Алла тағаланың бізге қалағаны, яғни жазғаны бар, әрі бізден қалағанын талап еткені бар деді. Қалағаны ол тағдыр, талап еткені шариғат. Сондықтан біз шариғат үкімімен жүреміз, тағдырымызға иман келтіреміз. Қорыта айтатын болсақ, Алла тағаланың барлық жаратылыстың табиғатын, пенденің дүниеге келместен бұрын мұсылман немесе кәфір екендігін, ол мақлұқтардың ырыздығын, несібесін, өмір сүру мезгілін, өлім сәтін алдын ала біліп, барлығын лаухул махфузда жазып қойғандығына иман келтіреміз. Соған мұсылман бол, шын жүрекпенен иман келтіруіміз міндет. Сондықтан Алла тағала баршаларымыздың дұға тілектерімізді, ізгі амалдарымызды қабыл етсін. Елімізге, жерімізге Алла тағала өз тыныштығын, өзінің мейірім шафағатын алған болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.